Бұл жерде ұстаздар отырып, Меккеге барсаңыз, Мадинаға барсаңыз, bir итті да көрмейсіз. Арабтарда ең жаман сөккөндік, ана Египетте оқығанда айтады, кәлб ибнил кәлб, иттің баласы деген өте жаман сөз. Сен адам емес ит екенсің, иттің баласысың деген сөз өте оор жаман сөз. Бірақ осы Арабстанда жашаған иттігінен намыс қылып кетті. Неге намыс қылыпты? Ең жаман адамды елден шығып қалған уру, алкаш, априз, қалпычы, ошоны адамдар ит дейді. Бірақ мен ит болсам да, кейбір адамдардан жақсы сыпатым бар. Иттің жақсы сыпаты, қожайын жұғынды берсе де, сөйіп берсе де, қатты нан берсе де, қожайын бергенде шүгір қылам, бірақ бенделер Алланың бергенде шүгір қылбайды. Мен итмін дейді. Бірақ ит болсам да, қожайынымды қорып шығам. Қожайыным құттайды, мен тіліменен қожайынды қорып шығам. Бірақ кейбір адамдар 24 сағат, 8 сағат, 10 сағат құттайды. Bir-екі рекет тұрып, Алланы қожайынды зикір қылып, ибадат қылып қойбайды. Мен адамдан жақсы сыпатым бар. Мен ит болсам да, қожайыным жат деген жерде, қышындауы, қарда жат десе, қарда айтқан жерінде жатам. Бірақ адам баласы, қожайын Аллах Тағала бұл жерде қыл, аны қыл деген нәрсені қылбайды. Бірақ емне ол болсын, біздің баткендіктер ошонда ең жаман адамды мындай дейді. Паланчы қандай десеңіз, күрөкө тұрып алған адам. Күрөкенде тұрбайды. Десені қармағанда тезірек таштан келеді. Күрөкө тұрып алған адам дейді, оңай шені болмайды. Арабтарда сұраса, Қадатайсыға жазып берген бұл қандай адам десе мұндай деп айтады. Ибн Халал, адал сүт емген адам дейді. Болды, аны менің мамлық көреміз. Адал сүт емген бала адам. Ең жақсы жоғарғы еді. Бірақ мен айтайын деген мәселе, осы ең күрөкө тұрбай қалғанда арабтар не дейді? Иттің баласы. Ит мені осы ең жаманға теңердеп, тоқойға келіп арыстанға айтты. Арыстан шеф депті, мен атымды өзгертіп қойдым. Мен иттігімнен намыс қылып кеттім. Жаңағы айылдағы алкаш, уру, күрөкө тұрып алған жігітті маға теңгейді. Мен атымды өзгертіп қой десе, сен иттің баласысың. Ит бойдан қаласың. Қантып сен өзгерттің? Уйдың баласы мұзол тұрпақ болады. Ешкінің баласы ұлақ болады, қозының баласы қой болады, қозы болады, қойдың баласы. Сен иттің баласы күші гит боласың. Жоқ, атымды өзгерттім. Атымды өзгерттім, бір шарт бар. Bir koydun san etini altında üyünü alıp bak. Ne sınak durur. Erte menimden gelen gün çıkan gezde eğer o et boyundan kalkan bolsa men senin atыңды өзгертем. Anan it et tap gelip üyüne koyup Arıstan meni jebe dedi. Bирок карап койсом эч нерсе болбойт го деп тияк өтүп карайт экен, як өтүп карайт. Иттиги кармап жегиси келет, кунары козуйт, наксы койбойт. Жегиси келет айтат, мен Арыстан мени жебе деди. Жанына келип жыттап койсом эч нерсе болбойт го дейт. Анан келип дагы мен жыттайт. Жыттагандан кийин дагы өзүнө жол издейт. Арыстан мени муну жебе деди. Арыстан кегече ушундай бүтүн сактайт, бирок тилимди тийгизип бир аз даамын көрүп койсом эч нерсе болбойт го дейт. Анан тилимди тийгизип даамын көргөндөн кийин итти кармап, кумары козгоп, нafсы кургур nafсыга баш ийет да. Жеп коюп, ит болсо да болот. Эң баары иттер өлүп жүрөт го. Мен башка иттерден айырмам бар. Деп жептир дагы. Эрте менен Арыстан келип, жолбарыс, "О, ит" десе, куйругун дүмүнөн жерди карап турат. Эт кара десе, жүзүнө карай албайт. Мен айтпадым, сен итсиң, иттин баласысың, ит бойдон каласың. Биз адам баласыбыз. Биз ким? Адам бойдон калуу өтө кыйын нерсе. Аллах Тааладан адам баласына кээ бир нерсе моого караба деген. Бирөөдүн малы мүлкүнө, бирөөдүн намысына башкасына. Кээ бир нерсени кармаба деген. Кээ бир нерсени жыттаба деген. Кээ бир нерсени ичпе деген. Кээ бир нерсени жебе деген. Сен эгер ошол Аллах Таала тыюу салган адал арамды билип өзүңдү сактай алсаң, бул адам болуу. Бирок андан кийин жанагындай нафсын кармаган кезде эмне болуптур, элдер ичип атат, бир аз ичип койсом. Баары канса барда мен дагы кылып койсом десең, анда башка эмеден эмне айырман болот. Ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям "Ман тасава яумуху би амси фаху магбун" Кимдин бүгүнкү күнү менен